Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін осындай керемет, өте дәмді болып шығатын самсаларды жасауды үйренеміз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда видеоны алғашқы болып сіз көретін боласыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдыменен бір ас қасық тұзды ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен 600 грамм жылы су құямыз. Және де ұн салып, қатты қылып қамыр илейміз. Енді қамырымызды 20 минут жарты сағатқа демалдыруға қоямыз. Ол аралықта ішіндегі салмасын дайындаймыз. Етті осы видеодағыдай етіп майдалап турап аласыздар қыздар. Майдалап туралған етімізді ыдысымызға салып аламыз. Еттен кейін 2 немесе 3 пиязды да майдалап турап еттің үстіне саламыз. Егер салмасын тек ет пен пияздан жасағыңыз келсе де болады. Мен бірақ балаларым картошканы жақсы көреді, сол үшін картошка қостым. Картошканы да майда 4 бұрыш етіп тураймыз. Картошкамызды ет пен пияздың үстіне саламыз қыздар. Картошкамыз салғаннан кейін оның үстінен 1 шай қасықта тұз, жарты шай қасықта қара бұрыш қосамыз. Бұл самсаға ерекше дәм беру үшін және де шым кішкене көп емес зіре саламыз, яғни ол кумин. Сөйтіп барлығын бірге жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей ішіндегі салмасы дайын қыздар. Жаңағы илеген қамырдан осындай 3 суала қамыр шықты менде. 3 суала қамырымызды жұқалап тұрып жайып аламыз. Әр суаламыздың арасына сармай немесе маргаринді ерітіп, осылай құйып, жағып, оның үстінен 2-ші суала қамырды жаямыз. Оның да үстіне май құямыз дағаны жақсылап жағып, 3-ші суала қамырымызды да соның үстінен жайып аламыз. Мінекей ең соңғы қамырға да маргарин немесе сармай жағып, жақсылап жан-жағына тигізіп, барлық жеріне бірдей тию керек. Ораймыз. Дәл осы видеодағыдай етіп, орап қойыңыздар. Жарты сағат немесе 40 минуттай тұру керек. Қамырымыз жарты сағат 40 минут демалғаннан кейін кішкентай осындай бөліктерге бөліп, майда зуала дайындап аламыз. Енді әр зуаламызды осылай жұқалап жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек қыздар. Себебі қатты жұқа болып кетсе, еті піспей жатып, қамыры күйіп кетеді. Жайып алған зуалаларымыздың ішіне жаңағы салмамызды, начинкамызды саламыз дағыны осылай видеодағыдай етіп, астын бүгеміз. Барлық жері бірдей жабылу керек. Мінекей біріншісі дайын. Енді екіншісінде дәл солай істейміз қыздар. Ішіне салмасын салып, астыңғы жағын жақсылап жабыстырып бүгеміз. Мінекей осындай самсалар дайын болды. Енді самсаларымыздың үстінен жұмыртқаны жағамыз дағыны, самсаларымыздың шетін күнжітке осылай батырып шығамыз. Екіншісіне де жұмыртқа жағамыз, және де шетін күнжітқа осылай батырып аламыз. Самсаларымызды 250 градуста жарты сағат немесе 40 минут бойы пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің дәмді әрі әдемі самсаларымыз дайын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған бота. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер.